11 аймақ ақштың Невада штатындағы тіршілікші шөліндегі құпия жер асты базасы. Бұл база қарулану жарысы дәуірінен бері бар, бірақ оны ЦРУ тек 2013 жылы ресми түрде мойындады. Қоғамның пікірінше ол жерде өзге ғаламшарлық технологиялар немесе тіпті келімсектердің өзін зерттейтін болуы мүмкін. Бұл рас па, әлде жоқ па? Уфологтар мен конспирологтар теориясын жақтаушылар мұны соншалықты анықтағысы келгені осы жақында 51-ші зонаны шабуылмен алмақшы болды. Бүгінгі шығарылым осы аймақтың құпиялары жайлы болмақ. Это просто чудо! Алдымен фактілерге тоқталайық. 51-ші аймақ шынымен ақшқа тиесілі алып Неллис база полигонының аумағында орналасқан. Ал базаның өзі Лас-Вегастан 10 км қашықтықта орналасқан. Бірақ полигонның өзі өте алып. Бұл аумақтың көлемі 18.133 шаршы метр шақырымды құрайды. 18 шаршы шақырымның 10-шы толықтай жабық зона болып табылады, және оған азаматтық ұшақтардың ұшып өтуіне қатаң түрде тыйым салынған. Неллис әскери базасының ресми сайтында бұл аймақ туралы ақпарат ерекше мақтанышпен берілген. Онда бұл аймақ әлемдегі ең қауіпті әскери жаттығу алаңы ретінде атап өтіледі. Бұл шөл дала әскери мақсатта бомбалау үшін өте қолайлы, өйткені бұл жерде тіршілік иелері де, ғимараттар да жоқ. Алайда уфологтар, яғни белгісіз ұшатын нысандарды зерттейтін ғалымдар мен әуесқойлар бұл аумақтың қарапайым әскери жаттығу алаңы екеніне күмәнмен қарайды. Мысалы, олар бұл жерде бөгде ғаламшарлықтардың ұшатын тәрелкелерінің қалдықтары немесе құпия технологияларды жасырады деп есептейді. 51-ші аймақтың тарихы 1954 жылдан басталады. Бұл кезеңде ақштың сол кездегі президенті Уайт Эйзенхауэр жаңа әскери ұшақтарды сынақтан өткізу үшін арнайы жер табу үшін бұйрық берген болатын. Президенттің талабына сәйкес бұл жер алыс, елсіз, бөгде көздерден жасырын кеңес тыңшыларының назарынан тыс болуы тиіс еді. Ұзақ ізденістерден кейін әскери сарапшылар Гурум көлі орналасқан аймақты таңдады. Бұл аймақтың тарихы да қызық. Бұл жерлер шаруаларға тиесілі еді. Олар бұл жердің қойнауында бағалы қазбалар, атап өткенде күміс, қорғасын және азған алтын бар екенін білген. Сондықтан ақш үкіметі бұл жерлерді сатып алу үшін бастапқыда $5 миллион ұсынған. Жер иелері келіспей $40 миллион талап етті. Ұзақ келіссөздерден кейін де мәміле жүзеге аспады. Және ақырында үкімет жерді мәжбүрлі түрде тартып алып, бар болғаны $1 миллион өтемақы төлеген. Алғашқы кезеңдерде бұл жерде қарапайым авиабаза құрылды. Алайда бұл база ерекше міндет атқаратын. Ол атомдық бомбаларды сынақтан өткізу үшін ұшақтарды қызметке дайындады. Уақыт өте келе бұл база заманауи, жоғары технологиялы және құпия әскери ұшақтарды сынақтан өткізетін орынға айналды. Мысалы, мұнда алғаш рет әйгілі Кеңес одағының аумағында орналасқан арнайы құпия әскери нысандарды суретке түсіру үшін ұшақ жасалды. Оның ерекшелігі ол жоғарғы биіктікке ұшу қабілетіне ие болды. 1960 жылы У-2 ұшағымен ұшқан американдық ұшқыш Фрэнсис Гэри Пауэрс Кеңес одағының Свердловск қаласының үстінде атып түсірілді. Бұл оқиға халықаралық дауға себеп болды. Ұшқышы кейін Кеңес одағында тыңшылық жасады деген айыппен тұтқынға алды. Алайда ол белгілі кеңестік тыңшы Рудольф Абельға айырбасталып, өз еліне қайтарылды. Бұл оқиға сол кезеңдерге барлау қызметінің қаншалықты маңызды болғанын айқын көрсетті. 51-ші аймақ аумағында болып жатқан барлық оқиғаны жоғарғы деңгейде құпия ұстады. Ұшақтарды бұл аймаққа келгенде оларды толықтай бөлшектеп қайта жинайтын болған. Бұл әдіс шетелдік тыңшылардың ұшақтың құрылысын біліп қою мүмкіндігін барынша азайтты. Бұл жерде көптеген жоғарғы технологиялық ұшақтар сыналды. Сол уақыттағы мақалаларда ұшатын белгісіз объектілер туралы жаза бастады. 1959 жылы Рино қаласының газеттері 51-ші аймақ маңында ерекше жасыл жарық шығаратын, әдеттегі ұшақтардан әлдеқайда жылдам қозғалатын ұшатын нысандар туралы мақала жаза бастады. Куәгерлер бұл нысандардың траекторияларда ерекше болғанын хабарлады. Мұндай әңгімелерге ЦРУ қалай қарады деп ойлайсыздар? Олар бұл қауесеттерді қолдап, кейде әдейі де таратып отырды. Осылайша ерекше құбылысты байқаған тұрғындардың әңгімелерін уфологтардың бай фантазиясымен түсіндіруге мүмкіндік туды. Суық соғыс кезінде 31-ші аймақта Кеңес одағынан алынған ұшақтар зерттелді. Мысалы, Сирияда өткізілген ұшақтардың оқу-жаттығуы кезінде адасып, Израильге қонған МиГ-17 ұшағы ақшқа дереу жеткізілді. Бұл ұшақтардың құрылысы, техникалық мүмкіндіктері және әлсіз тұстарын зерттеу әскери үстемдік үшін өте маңызды болды. Өйткені сол уақытта ақш пен Кеңес одағының арасында технологиялық жарыс жүріп жатыр еді. 1974 жылы ғарыш станциясының экипажы кездейсоқ Гурум көлінің жанындағы аумақты суретке түсірді. Бұл суреттер жалпы миссия есептерінің ішінде жарияланды. Бұл оқиға НАСА мен ЦРУ-ның арасында шиеленістер тудырды. Өйткені 51-ші аймақ туралы құпия ақпараттардың жариялануы қауіпті деп саналды. Алайда Кеңес одағының жерсеріктері бар екенін ескергенде, алаңдаудың кеш екенін түсінді. 51-ші аймақ соншалықты құпия болғандықтан, НАСА-ның өз қызметкерлері де бұл жердің құпиялығын білмеген. Бұл жағдай оның маңыздылығын арттырды.
Бүгінгі таңда 51-ші аймақ уфологтар, зерттеушілер және қастандық теориясын ұстанушылар арасында ең көп талқыланатын тақырыптардың бірі. Суық соғыс кезінде 51-ші аймақ туралы ешкім білмейтін. Уфологтарда бұл аймақта үкімет бөгде ғаламшарлықтарды жасырын ұстауы мүмкін деп айыптайтын дәрежеге жетпеген еді. Өйткені олар бұл орынның бар екенін де мүлдем білмеді. Тек 1989 жылы Лас-Вегастағы Класс ТВ телеарнасынан физик Боб Лазердің сұхбаты жарияланғаннан кейін 51-ші аймақ туралы кең көлемді пікірлер қалыптаса бастады. Боб Лазер S4 деп аталатын құпия нысанда жұмыс істегенін айтты. Бұл нысан 51-ші аймақтың жабық полигондарының бірі болатын. Лазердің айтуынша, ол бұл жұмысқа Лос-Аламостағы ядролық қаруларды зерттеу орталығынан ауыстырылған. Жаңа қызмет орнында ол бір бөлімді басқарғанын мәлімдеді, және оның негізгі міндеті бөгде ғаламшарлық технологияларды зерттеп, оларды әскери салада қолдану және әдістерді әзірлеу болды. Бұл сұхбатты ұйымдастырған Джон Лир болатын. Ол сол уақыттағы әйгілі және мықты авиациялық компаниялардың негізін қалаушыларының бірінің ұлы болатын. Сонымен қатар 1967 жылдан бастап 1980 жылдарға дейін ЦРУ-дің тапсырмасымен пилоттық миссиялар орындаған. Оның ішінде Вьетнам соғысына қатысқан. 1987 жылы Джон Лир интернет форумында үкіметтің бөгде ғаламшарлықтармен бұрыннан бері тығыз қарым-қатынас жасап келе жатқандығын және олардың технологияларын қолдана отырып Голливудта ғылыми фантастикалық фильмді түсіретінін айтқан. Мысалы, 3-ші дәрежедегі жақын байланыстар және өзге ғаламшарлықтар. Боб Лазердің мәлімдемесіне сәйкес, соны 51-де тек жер бетінде ғана емес, жер астында да орналасқан ғимараттар бар. Сол жерде бөгде ғаламшарлықтардың ұшатын ақпараттарын бөлшектеп, олардың технологияларын адамзат қажеттіліктеріне бейімдеумен айналысқан. Сонымен қатар Лазер бұл технологияларды зерттеудің үлкен гуманистік мәні бар екенін, олар бүкіл адамзатқа жаңа мүмкіндіктер ашып, әлемді бейбіт әрі жәннат жерге айналдыра алатынын айтты. Бірақ оның пікірінше, ақш әскері бұл технологияларды тек әскери мақсатта пайдаланғысы келетін әрі әлеммен бөліскісі келмейтінін айтады. Лазер өз сөзінде ерекше қозғалтқыш туралы айтты. Бұл қозғалтқыш ғарыш кеңістігін бұрмалап, оның көмегімен үлкен қашықтықта тез еңсеруге мүмкіндік беретін. Бұл қозғалтқыш элемент 115 негізінде жұмыс жасайтынын мәлімдеді. Бұл элемент сол кезде ғылымға әлі беймәлім болатын. Тек 2013 жылы Ресейдегі Дубна қаласындағы ядролық зерттеулер институтында элемент 115 жасанды түрде синтезделді, және оған Московий деген атау берілді. Лазердің айтуы бойынша 51-ші аймақта бөгде ғаламшарлықтардың 9 ұшатын аппараты болған. Олар шағын ғана көлемді және сұр түсті, бой аласа, ғарыштық тіршілік иелері кішкентай сұрлар үшін жасалған екен. Бірде Лазер зертхана халатындағы адамдардың осындай тіршілік иелерімен сөйлескенін көргенін айтты. Сол үшін оларды балалар деп атаған. Лазердің айтуынша бұл бөгде ғаламшарлықтар Зета секте жұлдыздар жүйесінен келген. Бұл жүйе уфологтарға бұрыннан таныс. Өйткені 1961 жылы дәл осы жұлдыз жүйесімен байланысты бір ерекше оқиға орын алған. Сол жылы Хилл есімді ерлі-зайыптылар өздерін бөгде ғаламшарлықтар ұрлап алып кеткенін айтты. Алайда олар біршама уақыт естерінен танып қалғандықтан, гипноз арқылы оқиғаның егжей-тегжейін есіне түсірді. Қайта қалпына келтірілген мәліметтерге сәйкес, Хиллдерге бөгде ғаламшарлықтар өздерінің жұлдызды картасын көрсеткен. Қарапайым америкалықтар болғандықтан, өздерінің күн жүйесінен толық білмегеннен кейін бұл жұлдыздар шоғырын әрең көрсете алды. Кейін келе әуесқой астронавт бұл жұлдыздарды Зета Сетке жұлдыздар шоғырына тиісті екенін айтты. Лазердің сұхбатынан кейінгі берілген мәліметтер қоғамда бірден қызу талқыланды. Бірақ оны сынаушылар да аз болған жоқ. Мәселен, Лазердің Лос-Аламоста жұмыс істегені туралы деректер табылмады. Ал оның университеттегі білім алғаны туралы ақпарат жоққа шығарылды. Сонымен қатар 1990 жылы Лазер жезөкшелікке мәжбүрледі деген күдікпен қамауға алынды. Алайда 2006 жылы есірткі жасауға қажетті химикалық заттарды тасымалдау ісі бойынша тергелді. Алайда айтылған сөздер сол күйі қалды. Қазіргі кезде 51-ші аймақ туралы уфологтар мен конспирологтар әртүрлі аңыздар ойлап табуда. Бұл жерде олардың ойынша масондардың кездесуі, немесе ақштың билік органдары өзге ғаламшарлықтармен келісім жүргізілетін жер деп ойлайды. 51-ші аймақта үнемі өзгеше құбылыстар байқалады. Солардың біреуі камуфляждағы жігіттер. Бұлай аталғандардың себебі зонаны әскерилер немесе теңіз әскерлері тіпті қара адамдар да қорғамайды. Зонаны салмақты жақсы қаруланған камуфляждағы жігіттер қорғайды. Бұл аттарды оларға уфологтар берген. Себебі оларды басқаша сипаттап бере алмайсың. Себебі олар үнемі камуфляжда және ешқандай белгісіз ақ джипте жүреді. Бұл бір түрлі әскерилердің мемлекеттің қай күшін жататынын ешкім білмейді. Тіпті өздерінен де барып сұрай алмайсың. Сөйлесудің орнына олар бірден қаруын шығарады. 51-ші аймақтың ашылмаған сырлары адамдардың ызасын шығарады. 2019 жылы танымал интернет қолданушысы Метте Робертс топ ашып өзімен пікірлес адамдардың басын қосады. Және зонаның құпиясын мәңгілікке ашып тоқтату үшін Меттенің жоспары былай болды. Ол барлық уфологтар мен конспирологтарды жинап,
51-ші зонаға басып кірмекші болды. Ал Робертс қарапайым 21 жастағы ата-анасының қолында тұратын анимешник еді. Басында Робертстің бұл жоспарын барлығы конспирологтар мен уфологтардың әзірлі ретінде қабылдады. Өйткені олар ондаған жылдар бойы 51-ші аймақтың құпияларын ашқысы келіп жүретін. Робертс өз сайтында 51-ші зонаға шабуыл жасаймыз. Егер бәріміз жиналсақ, ешкім бізді тоқтата алмайды деген мақала қалдырды. Ол бойынша 2019 жылдың 20 қыркүйегінде, егер біз Наруто сияқты жүгірсек, олардың оқтарынан асып түсіп, өзге ғаламшарлықтарды көретін боламыз деп Робертс бәріне жар салады. Бұл ақпарат әлеуметтік желіде тез тарап, 3 миллионға дейін адам келетінін жазады. Жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінген әскерилер, егер де олар аймаққа басып кіретін болса, күш көрсетуге мәжбүр болатындарын ескертті. Жағдайдың қауіпті екенін түсінген Робертс өзінің әзірін кішкене болсын тоқтату үшін шабуыл жасаудың орнында концерт ұйымдастырғысы келді. Алайда оны да ұйымдастыра алмады. Белгіленген күні 51-ші аймақтың алдында 150-ге жақын адам жиналды. Арасында қаруланғандар да бар еді. Бірақ олар әскери нысанға шабуыл жасаудың орнына өздерінің аз екенін түсініп кері шегінді.